баланы үйректі біріктіреміз. Соң кезек, ең соңында мына жаққа барғанда мына жаққа бару керек. Ортан керекке келген кезде мына жерде бізге баланы үйрекке барады, кері қайтады, мынау оңға қарай жүреді. Түсінікті ма? Келесі біткен кезде осындай өзгеріс пайда болды ма? Шатаспай. Енді тез жасауға тырысамыз. Тез жасаймыз. Тез орын ауыстырамыз. Иә? Ал сол қолда шылдыр шүмекпен байланысамыз. Жылдамдатамыз. Соңында келгенде мынандай өзгеріс пайда болуы мүмкін. Жылдамдатамыз, жылдам жасаймыз. Жылдам жасаймыз. Екі бірдей сынауыққа алдымен сутек асқын тотығын құйып, оған жанған шыраны апаратын болсақ, әлбетте шыра сутек асқын тотығында жанбайды. Шоқпаған апарамыз, жанбайды. Енді екінші сынауыққа дәл осындай мөлшерде сутек асқын тотығын құйып, екінші сынауыққа құйылған сутек асқын тотығының үстіне марганец диоксидін салып, жаңағы алдындағы шыраны апаратын болсақ, біз жанғанын байқаймыз. Байқадық па? Бұл реакция неге байланысты жүр? Тақырыпқа шайықшы. Неге байланысты жүр мүмкін? Еркіз қалай білесің, қарашы. Бүгінгі тақырып ауа әсер етті деп ойлайсың, жақсы. Кім тағы не болса да? Бірінші сынауыққа сутек асқын тотығы құйылды. Екінші сынауыққа сутек асқын тотығымен бірге марганец диоксиді қосылды. Әсер берді. Ендеше оған басқа заттар әсер етуі мүмкін ба? Жақсы, тамаша, өте дұрыс таптыңыздар. Бүгінгі сабақта біз химиялық реакцияның жылдамдығын және ол жылдамдыққа әсер ететін факторлар бойынша түсінік қалыптастырамыз. Химиялық реакциялардың жылдамдығы тақырыбын түсіну үшін біз бүгін не істейміз балалар? Жылдамдық ұғымын түсіне отырып, концентрацияның, температураны және бөлшектердің химиялық реакцияның жүру жылдамдығына қалай әсер ететіндігін түсінетін боламыз. Жақсы. Концентрация, температура және бөлшектер бойынша номер 6-шы зертханалық жұмыс. Зертханалық жұмыс дәптерімізді ашамыз. Давай, не істейміз. Не істеп отырсың? Цинк алдық. Бір сынауыққа мырыш салдың. Екінші сынауыққа да мырыш саламыз. 10%-дық тұз қышқылының концентрациясын саламыз. Ерітіндісін құямыз. Жақсы. Қамшылғамыз. Екінші сынауыққа не істейміз? Екінші сынауыққа 20%-дық тұз қышқылының ерітіндісін саламыз. Не өзгеріс байқадық? 20%-дың реакциясы тезірек жүрді. 20%-дық ерітіндімен реакция тез жүрді. Оны қалай түсіндіреміз? Не әсер етеді жүрді? Проценті. Концентрация әсер етеді екен. Не қыз концентрациясы жоғары болса, соғұрлым химиялық реакция тез жүреді. Жақсы. Енді теңдеуге көшеміз. Алюминийдің үстіне тұз қышқылын құйып жатырмыз. Ал реакция тез жүру үшін екіншісін қыздырамыз. Жақсы. Ал от шығайық. Екеуіне бірдей құйдыңдар, не салдыңдар? Алюминий. Екеуіне де тұз қышқылы бірдей мөлшерде. Сөмкеңді қойсаң болады. Енді біреуін қыздырыңдар ма? Әділет қазы отты жүреді. Реакция кетті ма? Реакция барды ма? Әділет отты жүр. Отты жүреміз. Енді екінші сынауықты қолына тұшы. Екінші, отыра берсін, көтер. Екінші сынауықты қалшы қолына. Қандай өзгеріс байқап тұрмыз бала? Температура әсерінен реакция тез жүреді екен. Неғұрлым қыздырғанда, соғұрлым реакция тез жүретін байқады. Жақсы, теңдеуге көшеміз. Бұл жерде бізде керек құралдар темір ұнтағы және де шегенің өзі. Салдыңдар ма шегені? Шеген. Жақсы. Екеуіне де не қосамыз? Екеуіне де ашпа қосамыз. Бұл жерде бізде реакция жүріп отыр, газ бөлініп отыр. Реакция серік жүрмеді. Қайсында тез жүріп реакция? Не.
ұнтағында. Темір ұнтағында. Әділгісі емес. Теміршегі енді құямыз, иә? Екеуін бірдей көтер. Қайсында реакция тез жүрді? Реакция бізде темір ұнтағында жүріп жатыр, тезірек. Не әсер етті? Бөлшектер әсер етті. Бөлшектер. Жақсы. Теңдеуге көшеміз. Температура дайын, жақсы. Сіздерде бұл қорқпай, болады деп па? Жақсы. Екінші топ дайын, үшінші топ. Жақсы. Үш топ дайын. Температура келеді тоқтаған. Келеді. Екі сынауға бір жыл мырыштан салдық. Біреуісіне тұз қышқын 10% концентрациясын салдық, біреуісіне 20% концентрациясын салдық. Екеуінде әртүрлі реакция болды, себебі 20% концентрацияның әсері көбірек болды. Сондықтан реакция тезірек жүрді. Жақсы. Бізге берілген тапсырма бойынша біз екі сынауға алюминий салып алып, оның үстіне ашқылып тұз қышқылын құйдық. Ал екіншісін біз қыздырып алып, оның нәтижесінде температура әсеріне реакция тезірек жүрді, нәтижесінде газ бөлінді. Температура реакцияны жылдамдататын фактор. Бізге берген тапсырмамен біз екі сынауға біреуіне феррум, екіншісіне ашқылар қостық, біреуіне темір және ұнтақтарды қостық. Бізде ұнтақтармен реакция тезірек жүрді. Бұл жерде бізде реакция әртүрлі жылдамдықта жүрді, себебі бөлшектер тікелей әсер етті. Екі пакетке сүт тұр, солай ма? Неліктен сүттің кей түрлері құйылған ыстыққа байланысты бір айға дейін болған ашымай шыдамды болып айта қойшы. Байланысты болуы мүмкін дейді, сіздерде қалай ойлайсыздар? Неге байланысты болуы мүмкін? Болуы мүмкін деп ойлайсыздар. Сіздер не ойлайсыздар? Процентіне байланысты деп ойлайсыздар сіздер? Құрамында не болды? Құрамында сапасына байланысты болуы мүмкін ба? Сапасына байланысты болды. Ендеше ашыған сүтте реакция тез жүруі мүмкін ба? Әрине. Ол тез жүру үшін қандай да бір фактор қайтеді екен? Әсер етеді. Концентрация әсер етуі мүмкін ба? Температура әсер етуі мүмкін ба? Бөлшектер әсер етуі мүмкін ба? Дәл сол сияқты алдыңғы видеодағыдай катализатор әсер етуі мүмкін ба? Катализатор біз бұрыннан білеміз, балалар. Реакцияның жүруіне өзі атсалысады, бірақ реакцияға қатыспайды. Еске сақтаймыз ба? Еске сақтаймыз. Енді картоптың екі түрін көз алдымызға елестетейікші. Біреуі жұқа кесілген, біреуі үлкен. Қайсысы тезірек қуырылады? Жұқа. Неге тахмин айта қойшы? Мөлшері аз. Мөлшері аз. Сондықтан ол тез піседі. Тез піседі. Оған не әсер етті? Тез құрамалуға не әсер етті? Температура және бөлшектердің әсерінен болуы ықтимал екен. Қорытындылау мақсатында мен сіздерге еркін микрофон ұсынамын. 3Q әдісін пайдаланамыз. Не бізге бүгінгі сабақта қызық болды, не қиын болды, және не құнды болды. Сол туралы өз ойларыңызды айтыңыздар. Қай топтан бастаймыз? Бекназ айта кетті ме? Айта алайық. Егер де мен өзімді 3Q әдісімен бағалайтын болсам, бізге тәжірибе жасаған өте қызықты болды. Өйткені біз реакцияның қалай жүргенін өз көзімізбен көріп, есте тезірек сақтадық. Бұл тәжірибе арқылы біз 10%-тен 20%-ық қалай әсер ететінін көрдік. Концентрация пайызы көбірек болғанда реакция тезірек жүретінін білдік. Айта ғой. Досжанға не қиын болды? Досжанға бүгін бір нәрсе қиын болды. Қиын болғаны қауіпсіздік ережесін сақтау. Бұны мен болашақта жоямын деп ойлаймын. Жақсы, ол саған кішкене күрделі туындады, жақсы, оны жоямыз. Не қызық болды? Маған бүгінгі тәжірибе қызық болды.
тәжірибе жасаған қызық болды, иә. Ал құнды болған нәрсе ше? құнды болған нәрсе Онда температураның әсер жылдаманы әсер етуін білу саған өте құнды болды. Еске сақтаймыз ба? Сақтаймыз, жақсы. Керемет. Бұл не құнды болды, тыңдаймыз. Бүгінгі тәжірибеде бізге ештеңе қиын болған жоқ. Құнды болғаны біз бөлшектердің реакция жылдамдығына әсер ететінін білдік. Тамаша. Құнды болғаны? Құнды болғаны Осы болды, иә? ал қызықты болғаны біз тәжірибе жүрген. Жақсы, жақсы. Тамаша. Рахмет. Химиялық реакцияның жылдамдығына қандай факторлар әсер етеді екен? Бөлшектер, концентрация, температура. Еске сақтаймыз ба? Еске сақтаймыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сіздерге рахмет.